Сонымен өткен тәулікте коронавирустан 1179 адам жазылып шықты. Сөйтіп, жалпы ауруынан айыққандар саны 73 мыңнан асты. Жұқтыру көрсеткіші де біртіндеп азайып келеді. Bir күнде 722 адамнан ковид анықталса, коронавирустық белгілері бар пневмонияны 57 адам жұқтырған. Осылайша қауіпті вирусты жұқтырғандардың жалпы саны 113 мыңнан асып кетті. Өкінішке қарай вирус пен вирусты пневмониядан қайтыс болғандар 1400-ден асты. Эпидахуал тұрақталып, вирустан жазылып шыққандар санда артып келеді. Сондықтан үкімет карантин талаптарын бірте-бірте жеңілдетуді қарастырып жатқанын хабарымыздың басында айттық. Ал енді жабық тұрған нысандардың жұмысты қайта жандандыру үшін қандай алгоритм әзірленбек? Вице-премьер Ералы Тоғжанов бас қаланың сапаржайы жабық базары мен фитнес залына барып осы мәселені пысықтады. Ескі күнде елорданың сапаржайына 5000-ға дейін адам келетін. Қатаң карантин енгізіліп, қатынас тоқтағалы вокзалдың іші қаңырап тұр. Алғашқы шектеулерден соң жұмыс қайта жанданғанда да халық саябырсып қалған. Күніне бар жоғы 500 адам ғана сапарлапты. Ал өткен айдағы локдаун жолаушы тасымалын тіпті тоқтатып тастады. 74 адам бізде осында жұмыс. 74 адам бәрі үйінде отыр. Бәрінің мойнында кредит. Бәрінің квартирада отыр. Сондықтан сапаржай ұжымы жұмыс істеуге рұқсат етілуін асыға күтіп жүр. Ал Ералы Тоғжанов ең алдымен қауіпсіздік мәселелерін қамтамасыз етуге баса мән берді. Алыс жолға сапарлайтын елдің жолшыбай ерулеп, автобус ішінде сақтық шараларының сақталуы басты талап. Алматыға шейін өзі қанша? Bir күн жүреді ғой. Оларда 30 минут сайын остановка, правиласы бойынша. Проветривание. 20 сағатта жетеміз. 20 сағатта жетіп жатырмыз. Бір отырғызғанда қаншадан отырады? 75% кестік пока алгоритм бойынша. Сыйымдылығына байланысты. Отвечаемость. Ал енді негізінде алгоритм бойынша 75 адамға дейін. 75%. Мына жерден болды. Тек қана билетпен сатылады, 75% сатылады. Билетсіз адам кірмейді. По билету, только по билету. Карантин жабық базарлар мен ірі сауда орындарына да оңай соқпады. Сондықтан санитарлық талаптарды сақтай отыра киім бутиктер орналасқан аумаққа сауда үйінің сыйымдылығынан 30%-дан артық емес адам кіргізу ұсынылып отыр. Вы как вы будете соблюдать 30%? Вот у нас будут счетчики стоять вот возле эскалаторов, вот стоит охранник, девушка дежурная, и будет считать счетчиками. Да. Это надо регулировать. Сондай-ақ үкімет басшысының орынбасары базарлардың кіреберісінде дезинфекциялық ерітінді себетін туннель қоюды тапсырды. Бұдан соң Ералы Тоғжанов бастаған топ қаладағы фитнес залдардың біріне соқты. Карантин жеңілдетілсе, оларға тек алдын ала жазылған адамдарды кіргізу рұқсат етілуі мүмкін. Ал бассейнге түсу қаншалықты қауіпті екенін эпидемиологтар су құрамын зерттеп анықтама бермек. Әр нысанда вице-премьер кәсіпкерлерге жеке жауапкершіліктің маңызы жөнінде еске салып тұрды. Ал ережені елемегендер жазасыз қалмайтыны уәде етті. Қаншама адамдардан айырылып қалдық. Оның бәрі оңай емес қой. Алдында мінетін адамдар әртүрлі. Жастар жеңіл шығып жатыр. Бірақ мына жақсы келген үлкен кісілерге болатын болса, олар қанша дегенмен мәселе бар ол жерде. Сондықтан сол жағын ойлау керек. Қауіпсіздігін толықтай қамтамасыз ететін болса, бұл екінші сұрақ. Шектеулердің алыну-алынбауы да әлі сұрақ күйінде. Өйткені үкімет мүшелері бүгін аралап көрген нысандардың жағдайы мен оларға алда қойылатын талаптарды тағы бір пысықтайды. Ал нәсіпсіз қалған кәсіпкерлер санаулы күнде жұмысқа қайта кірісуге үміттеніп жүр. Дүйсенбіге ашылама онда? Бүгін ертең шешім қабылдау керек. Қазіргі шешім қабылдайтын болса, біз мемлекеттік комиссияға шығарамыз.